Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 88-ші сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. 20-ші тапсырма, бұл жерде бізге мәтін берілген, мәтінді жақсылап оқиық, одан кейін мәтін бойынша тапсырмалар орындайтын боламыз. Қажымұқан Мұңайтпасов әлемге танымал болған тұңғыш қазақ палуаны. Ол өзінің спорттық жолын Петербургте бастады. Қажымұқан Франция, Германия, Бельгия, Түркия, Америка сияқты ірі мемлекеттерде өткен белдесулерде жеңіске жетті. Ол барлығы 26 мемлекетте болды. Осы сындарда Қажымұқан 48 алтын, күміс және қола медальдарға ие болған. Қажымұқан Мұңайтпасов 1927 жылы оған қазақ батырының атағы берілді. Енді балалар, мына сұрақтарға жауап беру керекпіз. Қажымұқан Мұңайтпасов кім? Қажымұқан Мұңайтпасов әлемге танымал болған тұңғыш қазақ палуаны. Ол спорттық жолын қайда бастады? Ол спорттық жолын Петербургте бастады. Қажымұқан қандай медальдарға ие болды? Қажымұқан 48 алтын, күміс және қола медальдарға ие болды. Оның әлемге танымал болуының сыры неде? Оның әлемге танымал болуының сыры палуандығында және де өр қайраттылығында екен балалар. Енді келесі біз орындайтын тапсырма, мәтіндегі етістіктерді тауып, негізгі немесе туынды екенін айт. Бастады, жетті, болды, болған, берілді. Бұл жерде балалар бізде берілген етістіктеріміз туынды етістікке жатады екен. Келесі 21-ші тапсырма, берілген зат есімдерден туынды етістік жасап жаз. Кезек, жыр, ой, шеге, би және тұз деген сөз берілген. Кезектес, жырла, ойла, шегеле, биле, тұзда деген туынды етістік жасадық. Яғни тез, ла, ле, да деген жұрнақ жалғау арқылы. Келесі, өзің қалаған екіш туынды етістікпен сөйлем құрап жаз. Арман мен Айша кітаптарын кезектесіп оқиды. Диас шатырда шегеле. Қыздар үнді биін биледі. 22-ші тапсырма, ребусты шешу керек. Жауабы балалар, ақта деген сөз шығады. Ақта сөзінің түбірі ақ, қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни сын есім. Ал оған та жұрнағы жалғанып, қимылды іс-әрекетті білдіріп тұр. Сондықтан бұл сөз туынды етістік болады екен балалар. Енді біздің келесі орындайтын тапсырмамыз 23-ші тапсырма, төмендегі үлгіні басшылыққа алып, сөздердің туынды етістік екенін дәлелде. Балалар, бұл жерде бізге дәлелдеу үлгісі берілген, яғни осы үлгі бойынша біз сөздердің туынды етістік екенін дәлелдеп жазу керекпіз. Ұсақта деген сөз берілген, бұл бізде туынды етістік, өйткені оның түбірі ұсақ. Ұсақ сөзі сын есім. Оған та жұрнағы жалғанып, қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады. Өрнекте туынды етістік, өйткені оның түбірі өрнек. Өрнек сөзі зат есім, оған те жұрнағы жалғанып, қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады. Балалар, бұл жерде түбірі деген жерде қате кетіп қалған, яғни түбірі өрнек деген сөз болады екен. Келесі, тырмала туынды етістік, өйткені оның түбірі тырма. Тырма сөзі зат есім, оған ла жұрнағы жалғанып, қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады. Достас туынды етістік, өйткені оның түбірі дос. Дос сөзі зат есім, оған та жұрнағы жалғанып, қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады екен.